Сәлем достар, бүгін сіздерге буратино қосылған өте дәмді жұп-жұмсақ бәліштің рецептімен бөліспекпін. Каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқа мен қантты қосып, көлемі 2 есе ұлғайғанша, яғни ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Оған шым-шым тұз, сұйық май және буратино құямыз. Жақсылап араластырамыз. Онымен қопсытқышты араластырып, массаға 2-3 бөліп қосамыз. Мен былайық бәрін қоса бердім. Миксермен араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. 24 диаметрлі формаға пергамент төсеп, майлап алып, үстіне қамырды құямыз. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста дайын болғанша пісіреміз. Әр пеш әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Асты үсті жақын пеш болатын болса, градусын 160-170 градус шамасында ұзақтау пісіретін боласыздар. Піскен піспеген спашка таяқшамен тығып тексеріп көресіздер. Пирогтың шоколадный бөлігіне айырмашылығы тек оған какао қосатын боламыз. Оны да дәл осылай қызып тұрған пеште дайын болғанша пісіріп аламыз. Енді арасына вареная сгущенка жақсаңыздар да болады. Мен осындай қойытылған сүт жақтым. Заварной крем жақсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Осылай арасына қойытылған сүт жағып, 2 бәлішті біріктірдім. Бетіне грек жаңғағын септім. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қойды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.